Әбу Насыр әл-Фараби отырар қаласында дүниеге келді. Ол ғалым, ақын, әдебиетші, шығыстың Аристотелі. 16 жасында оқу іздеп Бағдатқа барады. Араб, парсы, грек тілдерін үйренеді. Бұхара, Шаш, Бағдатта білім алады. Өмірінің соңы Дамскіде өтті. Шығыс ғалымдары оны Аристотельден кейінгі екінші ғұлама деп атаған. 150-ге тарта ғылыми еңбек жазды. Музыка, математика, логика, философия, астрономия, әдебиеттану ғылымдарымен шұғылданған. Музыканың үлкен кітабы еңбегінде сол кездегі түркілердің музыкалық аспабы 9 ішекті домбыраны сипаттаған. Еңбектері ғылымдар энциклопедиясы, риторика, жұлдыз бойынша болжаулар, хитап аш-шер, ғылымдардың шығуы, поэзия өнері туралы, ақылдың мәні туралы, қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы, ізгілікті мемлекетті сипаттайды. Өлең өнерінің қағидалары, ақындарды үшке бөліп, поэзияның қыр-сыры туралы айтады.